Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге осындай Микки Маузды жасап көрсететін боламын. Бұл яғни сәби күйіндегі Микки Мауз, кішкентай Микки Мауз. Бұл өте оңай әрі тез жасалады. Сондықтан мен сіздерге қалай жасалу керек екенін жасап көрсететін боламын. Мен көк түрін жасадым, енді розовый түсін жасайтын боламын. Мен аяғын осылай өзінен шығарып аламын. Бұл Микки Маузды жасау сізге өте тез әрі көп уақыт алмайды. Осылай. Егер де сіз Микки Маузды жасай алмасаңыз, осылай сәби Микки Маузды жасасаңыз да болады. Осылай орналастырамыз. Ақ мастикадан осылай вырубкамен кесіп алдым. Осылай алдына жабыстырамыз. Өйткені бұл бізде сәби Микки Мауз. Қолдарын жасаймыз. Өте тез шықты. Ендігі кезек бізде басы. Зубочисткамызды аламыз. Бұл бізде құлап кетпеу үшін басын осылай орналастырамыз. Енді жайылған ақ мастикамызды аламыз. Осындай вырубканың көмегіменен. Бұл вырубка емес, негізінде бұл балаларға беретін сироптың крышкасы. Солай өздеріңізге вырубка жасап алсаңыздар да болады. Өйткені қазіргі вырубкалар өзіңіздің қалаған нәрсеңізге сай келмей қалады. Сондықтан мен осылай көбіне осындай дәрілердің крышкасы болсын, сондай крышкаларды мен вырубка етіп алып қоямын. Осылай кесіп аласыздар. Асты жағында сәл кесіп аласыздар. Өйткені бұл үлкен болып кетеді. Жабыстырамыз. Осылай. Енді мұрны, яғни аузы, мұрнын бірге шығарамыз. Ақ мастикадан. Осылай жасап алдым. Бұны жабыстырамыз.
пластикамыз қазір өте жұмсақ, сондықтан ыңғайсыздау болып тұр жұмыс істеуге. Мына осылай. Мына аузын кесіп шығарамыз осылай. Ендігі кезек бізде көзі. Ашық көк мастиканы алдым көзіне. Домалақтап аламыз. Міне осылай жабыстырамыз. Дұрыс көрініп тұр деп ойлаймын. Осылай жабыстырып шығамыз. Оның үстіне қара мастикамызды жабыстырамыз сосын. Әне, енді кішкене ғана қара мастикамызды аламыз. Осылай біздің Микки Маусымыз даяр болады. Мұрнын, мінекей, құлағы. Сәл үлкендеу. Екеуін бірдей етіп аламыз. Құлағын жабыстырамыз. Сонымен бізде Микки Маусымыз дайын. Мына, егер де сіз Микки Маус жасай алмасаңыз, осындай сәби күйіндегі Микки Маусты өте оңай жолменен, қарапайым жолменен жасасаңыз болады. Жанына неше түрлі шариктарды, не болмаса басқа да звездочкаларды қосып әсемдесеңіз болады. Біздің Микки Маусымыз, яғни сәби күйіндегі Микки Маусымыз дайын болып шықты. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.